Брат НЖС-ке ауысатынымыз туралы айтып жіберші дейді. Барлықтарыңыз білетіндей, осыдан бір 2 күн бұрын ба бізге қолымызға хаттама берілді. Уведомление, яғни ТО КТЖ грузовой перевозкенің кейбір жұмыскерлері НЖС-қа ауыстырылатыны жайлы. Бұл шара не үшін іске асып жатқанының себептерін мен әрине де білмеймін. Мен сіздер сияқты қарапайым жұмыс істеп жүрген адаммын. Бірақ бізге жеткізілген информация бойынша менің түсінгенім ол келесі. Ең маңыздысы ол біздің алып жатқан жалақыларымыздың деңгейі төмендемеуге тиісті. Ол біріншіден, екіншіден барлық премиялар, жаңағы Наурыз мейрамы, теміржолшылар күні, республика күні, тәуелсіздік күніне берілетін, және әйелдерге 8 наурызға берілетін премиялардың бәрі сақталады. Одан бөлек ұжымдық келісімшартта бекітілген пайдалы льготалар, барлық белгіленген шарттардың бәрі сақталуға тиісті. Тек ГП-дағы кейбір мамандықтардың жұмыс берушісі өзгереді. Яғни движенистер, мысалы дежурный по станции, ДСПЦ, оператор при ДСП, составительдер, техконторалар, солар бәріміз бірге барып ГП-дан НЖС-ке ауысып жатырмыз. Бұндай жағдай негізі теміржолда 10 жылдан көп жұмыс істеп жүрген адамдар біледі. 2016 жылы болған, яғни АОНК КТЖ-дан ТО КТЖ грузовой перевозки құрылып, соған ауыстырылған. Сондықтан бірдеңеден қорқып, бірдеңені уайымдап, мазасызданып, ойланып жүрген керек емес деп ойлаймын. Еңбек кодексінің 55-ші бабына сәйкес жаңағы айтылып кеткен барлық жұмыскерлер ауыстырылады. Бұл шараның іске асып жатқаны жақсы немесе жаман болған екен деп айта алмаймын, бірақ соңында келешекте осы шараның арқасында әр теміржолшыға мүмкін пайдасы тиеді деп үміттенемін. Соған тілектеспін де.